біз сіздермен бірге карта енгізуді үйренетін боламыз. Яғни реклама жіберу үшін бізге карта енгізуіміз керек. Ақша алады Facebook, сол үшін бірінші алдымен соны енгізіп аламыз. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар, жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы болатын сабақтарда сізге көрсетіп отыратын болады. Енді кеттік, біз алдымен бірінші адрес менеджерге кіреміз. Кіргеннен кейін бізде адрес менеджердің бөлімі шығады. Одан кейін біз мынау жанымызда сол жақта тұрған мынау біздің менюімізде осы біздің биллинг деген осы мына тиындардың суреті тұрған осы бөлімге кіреміз. Кірген кезде бізде осындай бет шығады. Осындай бет шыққан кезде сіздерде мынау алдын ала бізде карта тіркеліп тұр. Сіздерде карта тіркелмеуі мүмкін, карта көрсетпей тұрады, ештеңе тұрмауы мүмкін. Сол кезде сізде добавить средства деп тұрады. Көп болып тұруы мүмкін, иә. Сол кезде біз осы бөлімді басамыз, добавить средства деп. Басқаннан кейін, осы нені таңдаймыз, мына астында тұрған кредитный карта дегенді далее дейміз. Содан кейін бізде осындай бет шығарады. Осы жерге біз өзіміздің артымызды, картамызда қалай жазылып тұр, ағылшынша үлкен әріппен жазылып тұрса, соны қатесіз жазамыз. Номерін және артындағы срок кодысын и CVC кодын жазамыз да, сохранить басамыз. Сол кезде еще сіздерге айтып кететін жай өте маңызды. Алдымен карта тіркемес бұрын біз өзіміздің картамызда интернет доступ ашып қойымыз керек. Мысалы, Каспи болса, Каспиде өзіңіз кіріп аша бересіз, ал басқа банктерде звондап аштырасыз. Сондықтан Каспи тіркеген жақсы. Өзіңіз любой время ашып, жауып отыра бересіз. Алдымен ашып қоямыз, содан кейін картамыз тіркейміз. Картамыз тіркегеннен кейін бізден алу мүмкін $5, $1 алу мүмкін. Основном $1 алады. Неге? Себебі бізді Facebook тексереді. Яғни біз өтірік алдап жатқан жоқпыз ба, өтірік карта тіркеп жатқан жоқпыз ба, соны тексереді. Сондықтан соны абайлаңыздар. Егер тексерген кезде жоқ болып қалып, бір бәле болып, сондай болса, ол күдікте қалуы мүмкін. Сондықтан біз интернет оплатамызды ашып қоямыз. Ал енді пайдалы болса, маған лайк басып қойыңыздар, тіркеліп алыңыздар, сәттілік. Ал келесі соткамен қалай карта тіркейміз, келесі сабақта айтатын болам. Жіберіп алмаңыздар.